Еліміздің таңырлы тарихында халықтың бағы үшін, намысы мен ары үшін, қара қазан, сары бала, қам үшін өмірге келіп, ғибратты ғұмыр кешкен атпал азаматтар аз болған жоқ. Солардың бірі де бірегейі. Алмағайып заманда еліміздің саясаты мен идеологиясында қайталанбас қолтаңбасы қалған Асанбай Асқаровтың туғанына биыл 100 жыл толып отыр. Ғасыр тойына орай біз қайраткердің кіндік қаны тамған қасиетті қара шаңырағы Тәтті ауылына арнайы ат басын бұрдық. Ұлы далада ерлікпен пара-пар, іргелі істері есіммен бірге әлі күнге жаңғырып тұрған өзінің білім біліктілігімен елінің есіктегі басын төрге сүйреп, ақтық демі қалғанша алашының тілеуін тілеп өткен атпал азамат аласармас Асқартау Асанбай Асқаровтың орны бөлек. Бұл күнде саналы ғұмырын елінің әлеуметтік экономикалық даму жолына сарп еткен, көргені мен түйгені мол, адалысы мен абырой асуына жеткен қадірлі қайраткер Асанбай Асқаровтың өмір жолы азаматтықтың алтын әліппесіне айналды. Асекең осы ауылдың тумасы. Ол кісі 22-ші жыл туған. Ол кісінің еңбек жолы осы Тәтті бен Меркіден басталған. Ең бірінші комсомол комитетінің секретары болған ауданда. Содан ары қарай облысқа кетті, үлкен жолды осы ауылдан бастап кетті. Ауылдың тумасы. Ол кісінің тәрбиесі, несінің барлығы осы ауыл үлгі болып қалып отыр қазір. Неге десеңіз, ол кісінің біз осындай дәрежеге жетіп неғаны үлкен мақтаныш. Бұлайша үлкен жерде, қай жерде болсақ та айтып отырамыз. Біздің ауыл әруақты жер. Әруақты ауылдан атыр көт деген қазақта мақал бар. Соғысағандай Асекеңнің ауылы бұл. Ал енді Асекеңді біз өзіміз мақтаныш етеміз. Дәл қазір ортамызда жоқ болса да, сон бейнесі сөнбес сәулеге айналған Асанбай Асқаров халқына адал мінезбен қалтқысыз қызмет еткен жан. Оған ел көзі куә, ғұмыры дәлел. Бекзада болмаса азаматтық асыл қасиеттерге толы Таутұлғаның туған ауылына ат басын бұрғанымызда халқының, ауылдастарының оған деген кіршіксіз көңілін, құнды құрметін көріп көңіліміз марқайды. Ауыл тұрғындарының қазыналы қариясынан бастап қара сирақ баласына дейін Асанбай Асқаровты аузынан тастамайтынына еріксіз жүрек елжіретеді. Осы жерде туып өскен, осы жердің топырағына аунаған, мынау тұрған үй соғысының осы жерде ойнап күліп шығып жүрген жері, талай осы жерде балалық шағын өткізген. Атамыз үшін біз өте мақтанамыз, үлкен тұлға тұтамыз. Ол кісі ана Фрунзеде жатқан кезде әкеміз екеуміз сол жатқан жеріне де барып тұратынбыз. Өмірде ол кісі өте байсалды кісі болатын. Басыңнан сипап сөйлеп, әңгімесін айтып отқан кезде өзі қанша қиындықты көріп жатқан кісі болса да, қабағын шытпай, күліп, қарап айтып тұратын әңгімесінің кісі болатын. Ол кісінің әруағына бас иеміз. Облыстың экономикасын, мәдениетін дамытуға орасан зор еңбек сіңірді. Ірі өндіріс орындары бой көтерді, ғылыми зерттеу орталықтары, мәдени ошақтары ашылды. Жамбыл қаласы өсіп-өнген, гүлденген қалаға айналды. Халықтың мәдениеті мен тұрмысы жақсарды. Жастайынан омырауына қадаған Ленин орденін Меркі аудандық комсомол комитетінің бірінші хатшысы болып күндіз-түні тыным көрмей, сол жылдары соғылып жатқан теміржол құрылысына белсенді араласып, толсырап қалған далаға қызылша егіп, мал басын көбейтіп, ауыл шаруашылығын дамытып, мол өнім алған үшін кеудесіне таққан, кейінгі алған толып жатқан марапаттарының бәрі өзінің ерен есіл еңбегінің айғағы. Өзінің нәтижелі еңбектерімен сәскенбер бір атанды. Желтоқсанның кезінде 1987 жылы ол кісі абақта отырды. Өмірдің соңына шейін абақта өтіп, ол кісі абақта құр жатпай 4 кітап шығарып кетті. Тағдыр деген кітап, анау лирик өлеңі бар, көзқарасы бар. Кейін тұрған кітаптарын бітірмей кетті. Ұлт перзентінің ұлағатты істерін ұрпаққа ұлағаттап отырған ауылдың да келешегі күннен күнге кемелденіп келеді. Шағында болса шаңырағы биік, шаруасы шырайлы, тіршілігі тынымсыз. Биыл Қарасу халқы көгілдір отының игілігін көреді деп те жоспарланып отыр. Қазіргі таңда Тәтті ауылдық округінде 7 елді мекен. 7 елді мекенде 2700-ге жуық халық тұрады. Оның ішінде Қарасу ауылында 50-ге жуық түтін, 200-ге жуық халық тұрады. Енді Асанбай Асқаров атамыздың есімін елге танымал. Ол кісіні өскелең ұрпақ, жас буын барлығымыз мақтан тұтамыз. Сол кісінің жолымен жүруге тырысамыз. Биылға жылға Алла қаласа Асанбай Асқаров атамыздың 100 жылдығына ауылда мәдени көпшілік іс-шаралар, ұлттық ат спорт түрлері ұйымдастырылады деп жоспарланды. Сонымен қатар Тәтті ауылынан 9 километр Қарасу ауылына дейін қашықтықта республикалық бюджеттен газ тарту жұмыстары қолға алынады.
Таутылғанның Меркі ауданының орталығында өз атымен аталатын көшенің нөмірі 33-ші мекен жайындағы қара шаңырағы да даптайын мұражайға сұранып тұр. Мұнда қайраткердің көзі тірісінде пайдаланған заттары, ер-тұрманы, фото жинақтары топтастырылған. Оған қоса Саддам Хусейн сыйға тартқан асыл қанжары және осы тақылеттес бірқатар құнды жәдігерлері Меркі аудандық тарихи өлкетану музейінде сақтаулы тұр. Біз тұрған үй 1920 жылы салынған екен, бір орыстың кулагының үйі дейді. Осы үйде Асанбай Асқарович 1955 жылдан 1958 жылға дейін Меркі ауданы партия комитетінің бірінші хатшысы болып тұрған кезде тұрған екен, осы үйде тұрған отбасымен бірге. 78 жылдардан бері қарай осы үйде өзіміз тұрып келе жатамыз, әпкелеріміз тұрды, қарындастарымыз тұрды. Жанынан басқа бір жай салынғаннан кейін бұл үй босады. Ел шаңырақ деп есептеп, осыны бір сақтап қалатындай жағдай жасайық деп, өзіміздің тапқанымызды қолдан келгенімізше ремонт жасап, осылай суреттерін іліп, тағы бір жәдігерлері бар, оларды орнатып қойдық. Енді бұл жұмыс жалғаса береді, бұл тоқтамайды. Өз айтпақшы, туған жердің туы биік болсын деп, жері егінге қыры малға толсын деп, һәм ел басына бақыт құсы қонсын деп жан аямай еңбек еткен Асанбай Асқаров қашанда ардақты Алаштың феномені болып қалары анық. Қазағының қамын, ұрпағының бағын ойлап, ұлтының рухын байытып, жұртының жоғын жоқтаған ұлт перзенті мәңгілік ұмытылмайды.